Мен байқаймын, көп жандарды мен жекемен шығады, WhatsApp-қа шығады, неше түрлі сұрақтармен келеді. Сонда көбісін қарап отырсаң, көбісі бір сиқырлы таяқ іздеп келеді да. Өткенде менің бір видеом жарық көрді, кванттық әлем туралы, және сол неден результат алған, нәтиже алған бір клиентімнің отзывтары арқылы салынған видео. Көп адамдар шықты. Мен де осындай болғым келеді, осындай нәрсеге жеткім келеді. Мен айтамын да, сиқырлы таяқ жоқ. Ол жұмыс жасау керек. Аспаннан келіп түспейді, ол аспаннан келіп кредит жабылмайды, аспаннан ақша түспейтіні бізге мәлім бола тұра, соны біле тұра, бірақ біздер әлі солай бүйтіп қараймыз да, бір аспаннан бірдеңе түсетіндей. Вот сол үшін де әрекет бұл жерде маңыздысы. Әрекет жасаңыз, тәуекел етіп, нәтижесін күтіңіз. Осы екі нәрсе бізге жетіспейді. Көп адамдар әрекетті жасап жібереді, бірақ күтуіне келген кезде, шыдамдылыққа келген кезде шыдамай жатады. Әр нәрсенің өзінің өтейтін қарымы бар. Сіз магазинге барып, маған макарон берсе, макаронға тесіліп қарап тұра берсеңіз, макарон сізге бермейді ғой ешкім. Болып қалуы мүмкін, біреу сізді аяп алып беруі мүмкін, бірақ ол постоянно емес та. 0,1% шығар ондай нәрселер болатыны. Бірақ 99% сіз кез келген нәрсені алатын болсаңыз өтемін бересіз. Телефон алдыңыз ба, ақшасын төлейсіз. Продукт алдыңыз ба, ақшасын төлейсіз. Киім алдыңыз ба, ақшасын төлейсіз. Ал неге жетістікке келген кезде, үлкен-үлкен армандарға келген кезде біз бір чудо күтеміз. Чудо болмайды емес, болады. Сізде әрекет болу керек. Осындай нәрселерге келген кезде біз бір әрекетсіз, бірақ бір чудо күтеміз да, бір керемет, бір сиқырлы таяқ, бір ғажайыптар жаңа жылдағыдай аязда келіп бір сыйлық беріп жібереді. Олай емес, олай емес. Барлығы сіздің әрекетіңізге байланысты. Бүгін адамдар жетістікке жетіп жатса, ол 5 жыл бұрын, осыдан 4 жыл бұрын, 3 жыл бұрын оның қарымын өтеді. Соған шыдап берді, тәуекелге барды және процеске шыдады, до конца тұрды. Сол үшін де ол қазір осындай жетістікке жетті. Ал біз осы әлеуметтік желілер арқылы оның бірден жетістігін көріп аламыз да, бірақ оның өткен процестерін көрмегендіктен өкінішке орай бір чудо, сиқырлы таяқ күтеміз, ғажайып күтеміз. Оның ар жағында бір өтіп кеткен жолы бар еді да негізі. Ол қарымын өтеген еді да негізі. Бірақ біз сол нәрсенің қарымын өтегіміз келмей, бірақ сол нәрсеге қол жеткіміз келеді да. Олай болмайды. Олай нәрсе жоқ. Әрекет деген элементарный нәрседен басталады, достар. Әрекет ол тау қопару емес. Дәл сіздей адам жетіп жатқан жетістік, ол сізден 1000 келі, 500 келі артық көтермейді. Сізге қарағанда көлік сияқты қатты жүрмейді жылдамдығы. Қатты разницасы жоқ. Бірақ жетістікке жетіп жатыр да, өйткені ол аз-аздан әрекет жасап бастаған. Таңда тұрыңыз. Бүгін бұрын 9-да тұрып жүрсіз ба, 8-де тұрыңыз. 8-де тұрып жүрсіз ба, 7-де тұрыңыз. 7-де тұрып жүрсіз ба, 6-да тұрыңыз. 6-да тұрып жүрсіз ба, 5-де тұрыңыз. Ар жағындағы 1 сағатты өзіңізге арнаңыз. Өзіңізге сұрақтар қойыңыз. Мен нені қалаймын? Менің өмірімнің мағынасы қандай? Мен қандай нәрсе маған жақсы эмоциялар сыйлайды? Бұл спортпен айналысыңыз. Қиын шығар әрекет жақсы, әдеттері, дұрыс әдеттерді қалыптастыру. Жүгіру, спортпен айналысу, бассейнге барып суға жүзу, теннис ойнау, спорттың бір кез келген түрлеріне қатысу, жаяу жүру. Бірақ есесіне бұл әрекеттермен өмір сүру өте жеңіл. Өмір сүру кайф бұл әрекеттермен. Жеңіл нәрселер, теледидар қарап отыра салу, рилс таусылмайтын телефоннан рилстарды қарау, таусылмайтын ютубтағы қызықты нәрселерді қарау, тиктокты қарау жеңіл, оңай, бірақ бұлармен өкінішке орай өмір сүру өте қиын. Сондықтан, достар, аз-аздан әрекет жасап бастаңыз. Бірден қопарып тастаймын деп, бірақ қарғып шығам деп, бірақ секіріп түсем деп, мертігеде жатады дейді абай бабамыз. Сол сияқты бірден бастамаңыз. Бір нәрсені әдетіңізге кіргізіп алғаннан кейін барып, оның қасына екінші нәрсені қосыңыз. Қазір мына видеодан мықты ергішгерді алып алып, бүкіл пландарды сызып, азында тұрам, одан кейін өйтем, сосын бүйтем, кітап оқиым, ағылшын тілін, орыс тілін, спортқа барам, жүзуге барам, конькиге барам, дізіп аласыз да, көп болса бір күн істерсіз. Әрі кетсе 2 күн жасарсыз, әрі кетсе 3 күн жасарсыз, одан кейін тіліңіз салақтап, уже денеңіз
қарсы реакция беріп бастайды. Ал аз-аздан үздіксіз жасау арқылы сіз 365 күнде бірнеше әдетті өміріңізге сіңдіріп аласыз. Біріншіден жеңіл, екіншіден тұрақты, үшіншіден өзіңізге оңай болады да. Ол әдеттерді дұрыс әдеттерге көшіп қалыптастырып ойыңызға сіңіріп алу. Сондықтан да достар, өмір бір-ақ рет беріледі сізбен. Күнде өмір беріле бермейді. Мен мысалға өмір дұрыс сүрмеді екен деп, маған қайтадан мүмкіндік өмір бермейді да. Бір рет беріледі, уақыт барлығына да жетеді. Уақыт жетпейді деген бекер нәрсе. Уақыт бәріне жетеді. Адам өзгеру үшін 5 жыл, 6 жыл, ары кетсе 10 жыл. Даже 90 күннен бастап өзгеріп бастайды адам. Уже 6 жыл, 5 жылда реальный өміріңізде бұрқыраған нәтижесін беріп бастайды. Менің өмірімде өз нәтижелерім, қалаған нәрселерім, қалағаннан кейін, соған сай әрекет жасағаннан кейін, уже 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін, 3 жылдан кейін барлық нәрселерім өмірімнен көрініс таба бастады. Сондықтан да дәл бүгіннен бастап, дәл қазірден бастап дұрыс әдеттерге, дұрыс өмірдің салтына әрекет жасап бастаңыз. Біз есі бар адам дұрыс пен бұрысты ажырата алады. Бірақ дұрыс нәрсені дұрыс жасай алмаймыз просто. Егер жасап барлығымыз білеміз, егер сол білгенімізге әрекет жасасақ осы уақытқа дейінгі, болды, сол жетеді бізге. Сол бізге мынадан жетістікке апарады бізді. Соны біліңіздер достар.